Қайырлы күн достар. Бүгін біз молочная девочка, яғни сүтті қыз тортын дайындайтын боламыз. Бір жасағаннан шығатын және тез дайын болатын торттардың бірі болып табылады. Тортымызды дайындайық. Бірінші, 2 жұмыртқамызға сгущенканы қосамыз. Екеуін жақсылап миксерлеп аламыз. Мен 3 желания сгущенкасын қолдандым. Сіздерге де дәл сол сгущенканы қолдануға кеңес беремін. Екеуін жақсылап миксерлеп аламыз. Үстіне еріп тұрған, үй температурасында тұрған сары майымызды қосамыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетіңіздер. Сіздерден лайк, комментарий күтемін. Мінекей жақсылап миксерлеп аламыз. Үстіне ұнымызды, қопсытқышты қосып, екеуін бірге електен өткізіп қосамыз. Бізде сұйық немесе қою масса болмау керек. Дәл осында видеода көрсетілгендей массаға болғанша ұнымызды қосамыз. Қағазымызға форманы сызып алып, менде дәл осындай 6 корж шықты. 200 градуста 4-5 минут шамасында пісіріп аламыз. Тез-тез піседі. Енді кремді дайындаймыз. Мен сәл ғана творожный сыр қостым. Сливки 33%, және сахарный пудра қостым. Үшеуін жақсылап миксерлеп алдым. Творожный сыр мен сливки бір түн бойы холодильникте тұруы қажет. Енді кремін жаямыз. Мен әр корждың ортасына осында 1,5 қасықтан крем қосып, жан-жағын барлығын тегістеп шықтым. Сәнде өз қалауларыңыз бойынша мен жан-жағына торттың үгіндісінен қосып сәндедім. Бетіне әртүрлі посыпкаларды септім. Әртүрлі етіп сәндей беруге болады. Дайын болған тортымызды 4-5 сағат холодильникке кремі сіңгенше қойып қоямыз. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын.